Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай өте дәмді, қарапайым, оңай жасалатын орешки тәттісін дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен грек жаңғағын жақсылап жуып тазалап, духовкада 150 градуста 20 минут кептіріп аламыз. Орешкinin тестасын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен ас содасына осылай 1 шай қасық яблочный уксусты қосып, гаситетіп қоямыз. Жақсылап араластырамыз. Орешкидің қамырының жұмсақ болуы, дәмді болуының ең басты себебі ол сары майдың сапалы болуы, яғни сливочный май 82,5% қолданамыз. Ол міндетті түрде бөлме температурасындағы болу керек. Осылай барлық ингредиенттерді ұнның үстіне саламыз. Жаңағы жұмсақ сары майды салдық, жұмыртқа саламыз. Қант ұнтағы, яғни сахарная пудра және ас содасы. Осылардың барлығын салып, жұмсақ қамыр илейміз. Осы орешкиді жасауға қажетті ингредиенттердің өлшемі видеоның төменде жазылған. Осындай міне жұмсақ, өте нәзік қамыр иленіп шығады. Қолға міне бүйтіп ұстап көрсеңіздер, жұмсақ. Қамырын осылай илеп болғаннан кейін 15-20 минутқа холодильникке салып аламыз. Мен асығыс болғасын бірден жасауға кірістім. Осылай таразының көмегімен 7-8 граммнан өлшеп, шарик дөңгелектер жасап аламыз, ыңғайлы болу үшін. Осы видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеле отырыңыздар. Ол үшін төмендегі подписаться батырмасын және қоңыраушаны бассаңыз жеткілікті. Барлық қамырымызды осылай шарик етіп жасап аламыз. Содан кейін орешницамызды қыздырамыз да, осылай әрбір бөлігіне салып шығамыз. Мендегі орешница осындай тоқпен жұмыс жасайтыны, тез піседі, сондықтан қарап отырамыз. Тым қатты қызарып кетпеу керек. Міне осындай дайын болды. Өте әдемі болып піскен. Ағаш таяқшаның немесе спатуланың көмегімен осылай түсіріп аламыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийде қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Осылай барлық орешкиларымызды әдемілеп пісіріп аламыз. Кейін орешкилардың осындай артық жерлерін алып тастасаңыздар болады. Пышақтың немесе қайшының көмегімен. Мен осылай қолмен алдым. Орешкинің начинкасы ретінде деповская сгущенка мен грек жаңғағын қолданамыз. Қалауларыңыз бойынша кез келген жаңғақты, өздеріңізге ұнайтын жаңғақты қолдансаңыздар болады. Осылай екі жағына жағып, ортасына грек жаңғағын салып, осылай екеуін біріктіреміз, кішкене басын қыраймыз, бір-бірін ұстап тұру үшін. Жан жағында артық сгущенка болса, шыққан қолмен алып тастаймыз. Осылай қалғандарын да жасаймыз. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Сәттілік тілеймін. Каналыма тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздерден қолдау күтемін. Назарларыңызға көп рахмет.